Кемел адам Қайрат Жолдыбайұлы. Адамның өзіне сенімділік ұялату жолдары. Демас Фен. Айтар ойын толық жеткізе алмайтын, екі сөйлемнің басын құрай алмайтын адамдар арнайы жаттығып, сөз саптау тәсілдерін меңгеріп, уақыт өте келе дүлдүл шешен, жарты әлемді аузына қаратқан мықты оратор болғаны тарихтан белгілі. Мысалы, көне грек ділмәрі Демаспен біздің дәуірімізге дейін 384-322 жылдары бала кезінде тілі мүкіс, тұтықпа бопты. Даусы да бәсең, тынысы әлсіз, өзі ұялшақ, сөйлегенде екі иығын қайта-қайта көтере береді екен. Ол аузын ашса, жұрт жынды адам көргенде күлетін көрінеді. Осындай кемшіліктеріне қарамастан, ол көпшілік алдына шығып, ойын еркін, шешен жеткізуді іштей қатты армандайтын. Ол мақсатына жету үшін әр түрлі жаттығу жасауды қолға алады. Даусын теңіздің жойқын шуылынан да жоғары шығару үшін ол аузына қиыршық тастар салып, шуылымен жарыса айғайлайды. Итті әдейі ызаландырып, одан р әріпін дұрыс айтуды үйренгеніміз. Ел көзінен тыс оңаша жаттығу үшін шашының жартысын қырып тастайтын болыпты. Сөйлегенде иығы көтерілмес үшін қылыштың өткір жүзін асып қоятын әдіс қолданады. Осындай жаттығулардың арқасында Демас Фен әлемдегі ең үздік шешен, мықты оратор ретінде тарихта қалды. Тіпті ол әлем шешендерінің эквивалентіне айналды. Сөз сөйлеу техникасын шегіне жеткізді. Демек, бұл әр адам шын ниеттенсе жетістікке жететініне дәлел. Қазақтың көре-көре көсем, сөйлей-сөйлей шешен боласың деген мақалы бекер айтылмаған. Талаптыған Нұржауар. Әкем марқұм бала кезімде домбыра сатып алып келді. Менен басқа бауырларым бірден үйреніп алды. Менде ықылас жоқ. Оны байқаған әкем, балам, домбыра тартуды үйрен, өмірде пайдасы тиеді. Достарыңның ортасында мерейің үстем болады деп ақыл айтты. Ал менде саз ырғағын ұғатын қабілет болмаған соң, әке сөзіне мән бермедім. Арада жылдар өтті. Жасым 40-қа келгенде әкемнің баяғы сөзі есіме түсіп, арнайы ұстаз жалдап күй тартып үйренуге тырыстым. Алғашқыда саусақтарым қатып қалғандықтан икемге келмеді. Бірақ үздіксіз жаттығудың арқасында бірнеше күй үйрендім. Тіпті ұлым екеуміз мектеп сахнасына шығып, бірнешеуін орындап бердік. Әрине, кәсіби тұрғыда меңгердім деп айта алмаймын, бірақ жаман емеспін. Мен туған ауыл таулы аймақ, көл жоқ, сондықтан суда жүзуді білмейтінмін. Соның кесірінен 25 жасымда терең бассейнге батып кете жаздағаным бар. Абырой болғанда байқап қалған бір жігіт құтқарып қалды. Осы оқиғадан кейін судан өлердей қорқатынды шығардым. Кейіннен 35-ке толғанда бойымдағы қорқынышты жиып қойып, арнайы жаттықтырушы жалдап, кәсіби жазуының бірнеше түрін меңгеріп алдым. Уақыт өте келе тоқтамастан ұзақ қашықтықта еркін жүзетін болдым. Бұл оқиғалар өз басымнан өткен дүниелер. Яғни үйренем деген адамға шынайы ықылас болса, кедергі деген түк емес. Көп адам өзінің бойында мүлгіп жатқан қабілеттерін ашуға батыл жете бермейді. Қамза балама домбыра үйретіп жүрген Нұрбол Сейілбек деген жігітке кемелдікке ұмтылған барлық ізгі жандарға арнап Кемел атты күй шығарып көрсең деп ұсыныс жасадым. Нұрбол күй тартудың шебері болғанымен, осы уақытқа дейін бірде-бір күй шығарып көрмегендіктен ұсынысымды зорға қабыл алды. Бір шама уақыт өткеннен кейін күй шығарғанын қысыла жеткізді. Тыңдап көрдім, өзіне тән бояуы бар. Ырғағы да ерекше күй дүниеге келіпті. Көңілімнен шықты, бірақ Нұрбол әлі де өзіне сенімсіз. Содан не керек, кәсіби сазгер Ермұрат Үсенов ағаға бірге барып шығарған күйін тыңдаттық. Ермұрат аға өзіне тән бояуы бар, ойлы әуен екен, оркестрмен орындалса тіпті керемет болады, деп оң баға берді. Тіпті неше рет қайталап тыңдады. Кәсіби сазгердің жақсы сөзін естігеннен кейін Нұрболдың ынтасы оянып, өзіне деген сенімі күшейе түсті. Туа бітті мінез өзгере ме? Егер мен закон қуаты қолымда бар кісі болсам, адам мінезін түзеп болмайды деген кісінің тілін кесер едім. Абай. Адамның табиғатында туа бітті мінезі болады. Ол өзгереді, һәм өзгермейді. Бұл түйінді қалай түсінуге болады? Бір биеден ала да туады, құла да туады демекші. Бір әке-шешеден дүниеге келген балалардың әр қайсысы бір-бір әлем.
өзінше мінезге ие. Біреуі қайсар, екіншісі жұмсақ, үшіншісі жомарт, төртіншісі көшбасшы дегендей әрқайсысының бедерленіп алдыға шығып тұрған ерекше қасиеті, өзгеше қабілеті бар. Мәселе адамға берілген осынау қабілет қарым дәнектерін дұрыс бағытта жетілдіруде. Өйткені кез келген жақсы жаман мінездің әу баста адам табиғатындағы мәйегі мен өзегі біреу. Мысалы, кішіпейілділік пен ынжықтықтың, үнемшілдік пен сараңдықтың, жомарттық пен ысырапшылдықтың өсіп шығатын тамыры біреу. Дұрыс қолдансаң қасиетің, теріс қолдансаң қасіретің болмақ. Үлкенді сыйлайтын, көркем мінез иесі болсаң, кішіпейіл, ал бүгежектеп көрінгенге бас изең, ынжық атанасың. Сондай-ақ өр көкіректік пен тәкаппарлықтың да өзегі біреу. Оны жақсылыққа жұмсасаң, Хаттаптың омарындай мінезі өр, әділетті халифа боласың. Ал теріс жаққа қолдансаң, перғауындай жауыз боласың. Әзіреті Омардың исламға дейінгі өміріне көз жүгіртсек, мінез тұрғысынан кейінгі Омармен көп айырмашылықты байқай алмайсыз. Омар ол кезде көшбасшы, айбатты, тік мінез, айтқаннан қайтпайтын қайсар, намысшыл еді. Осы мінезін дұрыс бағытта қолданбағандықтан көбіне қатыгездікке, әлімжеттікке бой алдыратын. Ал жүрегі иман шуағымен нұрланып, ислам қағидаларымен қуаттанғаннан кейін Омар әділетсіздікті көрсе найзағайдай жарқылдап, күндей күркірейтін өр мінез, айбынды қара қылды қақ жаратын, әділ де мейірман халифаға айналды. Омардың туа бітті табиғи мінезі өзгерген жоқ, тек дұрыстыққа бет алды, кемелденіп жетілді. Парасатты, сабырлы да ұстамды, жомарт Әбу Бәкірдің де, жібектей жұмсақ, биязы Османның да мінезі өзгерген жоқ, тек жақсы жаққа кемелдене түсті. Абай Құнанбайұлының «Мен егер закон қуат қолымда бар кісі болсам, адам мінезін түзеп болмайды» деген кісінің тілін кесер едім деп, кісі бойындағы табиғи мінезін түбегейлі өзгертуде емес, оны жақсы жаққа бұруға, кемелдендіруге болатындығын айтып отыр. Қазір Галлап атты адам бойындағы алдыға шығып тұрған негізгі қабілеттерін анықтайтын арнайы тест бар. Осы тесттен өтіп, бойыңыздағы ерекше қабілет мінезіңізді тауып жетілдіруге тырысыңыз. Асыл тас. Баяғыда бір патшаның өте бағалы асыл тасы болған екен. Бұл бұйым талайдың түсіне кіріп, ұйқысын қашырыпты. Күндердің күнінде бір кәсіби ұры асыл тасты қайтсе де қолға түсірудің жоспарын жасап, ұрламаққа бел буады. Бәрі жоспардағыдай жүзеге асып, тасты патша сарайынан ұрлап шығады. Алайда есік алдындағы күзетші ұрыны байқап қалып, артынан қуа жөнеледі. Қашып құтылмасын білген ұры қолындағы тасты көшеде ұйықтап жатқан қайыршының қалтасына сүңгітіп жібереді де өзі әрі қарай қашады. Қашып бара жатқанда арқасынан оқ тиіп мерт болады. Ал қалтасында ең бағалы асыл тас бар екен хабар жоқ қайыршы таңертең оянады да баяғы тіленшілік өмірін әрі қарай жалғастыра береді. Егер қолын қалтасына салса, асыл бұйымды байқар еді. Оны сатса байлыққа кенеліп, өмірі күрт өзгерер еді. Бірақ қайыршы бұрынғы әдетіне салып, қолын қалтасына салмастан тақыр кедей күйінде өмірін жалғастыра береді. Уақыт солай өтіп жатады. Күндердің күнінде қайыршы да өмірден озады. Асыл тас кір болып шіріген киімнің қалтасында қала береді. Бұл қиссадан не түсіндік? Біздің тұла бойымызда асыл тас сияқты қымбат қабілет қарымдар бар. Алла тағала адам баласына небір қасиетті тегін тарту еткен. Алайда қиссадағы қайыршы секілді көп адам өзіндегі бағалы тасын, яғни қабілет қарымын білместен, бағаламастан, пайдаланбастан, бойындағы қазынаның кілтін тауып аша алмастан, мүмкіншіліктерін жетілдіріп, дамытпастан мына жалғаннан өтіп жатыр. Ендеше өз бойыңдағы асылыңды ашуға ұмтыл. Еңбектен, еңбек бастысы өзіңе сен. Қалтаға қолыңды сал. Абайдың өзіңе сен, өзіңді алып шығар, ақылың мен қайратың екі жақтап деген өсиетін үнемі есте сақта. Ұлт ретінде қазақтар Аллаға шүкір, жан жақтымыз, қабілеттіміз де, басқадан артық болмаса кем емес. Қазақтың қолынан түк келмейді, қазақ еріншек дегенді доғарып, халықты оятуымыз керек. Алаш көсемі Әлихан Бөкейхан
Кім шебер болса, жалықпай талмай ізденсе, бірігіп тізе қосып, әдіс қылса, ғұмыр бәйгесі соныкі. Қазақты тып-тыныш жатып еріншек еш нәрсе қылмайды деп ойламаңдар. Олар қайратты, жұмыстың бәріне жарайды. Бірақ оларды қозғау керек деген аса көреген пайым. Білім ал, өзіңді жетілдір. Жалғыз сүйеніш, жалғыз үміт оқуда. Теңдікке жетсек те, жұрттығымызды сақтасақ та, дүниедегі сыбағалы орнымызды алсақ та, бір ғана оқудың арқасында аламыз. Жақсылыққа бастайтын жарық жұлдыз оқу. Надан жұрттың күні қараң, келешегі тұман. Міржақып Дулатұлы. Адам баласы дүниеге көзін ашқан сәттен бастап өміріне керек қарапайым қажеттілікті үйренуге мұқтаж. Тамақ жеуді, еңбектеп жүруді, тіл қатып сөйлеудің өзін белгілі бір уақыттан соң ғана үйрене алады. Адамды басқа жаратылыстардан ерекшеленетін тұсы осы. Мысалы, жан-жануарлар дамымайды, кемелденбейді. Әрқайсының өмір сүруге қажет қабілет, қарымы болмысында, туа бітті табиғатында бар. Оларда сана жоқ. Сондықтан олар арнайы оқып-тоқып үйренбейді. Олардың деңгей дәрежелері бір қалыпты. Төмендемейді де, өспейді де. Періштелердің адам секілді нәпсілік қалауы жоқ. Ішпейді, жемейді. Үйленбейді, көбеймейді, шаршамайды. Демек, күреспейді. Қиындықтармен алыспайды. Ал күрес болмаған жерде өсу де даму да жоқ. Барша періштелердің адамды мойындап, оған бас игендігінің сыры осында жатыр. Адамды періштеден үстем еткен ең биік қасиеті оған үйретілген есімдер, яғни білім. Адам білмеген нәрсесінің дұшпаны, әсіресе хабары жоқ нәрседен күдіктеніп қорқады, шегіншектеп тартынады. Ол оқып біліп зерттеп, білмеген нәрсесінің табиғатын, қыр-сырын түсінген кезде өз-өзіне деген сенімділік, батылдық пайда болады. Көкірегі күдіктен сейіліп, қадамы нық, дауысы жарқын шығады. Білімді адамның кез келген іс-әрекеті, адаммен сөйлесу мәдениеті, ұжымды басқару қабілеті, ұрпақ тәрбиелеу жұмысы, жасаған кәсібі де өзгеше болады. Құранда білетіндер мен білмейтіндер бірдей ме делінгені де міне сондықтан. Басқа бір аятта Алла араларындағы шынайы иман келтіргендер мен өздеріне ілім берілген білімділердің дәрежесін еселеген үстіне еселей түседі. Алла сендердің не істеп, не қойып жүргендеріңнен толық хабарлар деп, бұл дүниеде де, ақыретте де білім адамдардың дәрежесі үстем болатындығы білдірген. Имам Шафии: бір сағат білімнің дәмін татпаған кісі өмір бойы надандықтың қорлығына тап болады деген. Иә, білім алу тегін емес, бірақ надандық одан да қымбат түседі. Ендеше ең бірінші дағды үнемі оқу, ұдайы үйрену болмақ керек. Өзіңе инвестиция салуға аянба, білімге ақша үнемдеме. Сапалы семинар, пайдалы курстарға қатыс. Абай айтпақшы, дүниеде өзі мал, мал да өзі. Ғылымға көңіл бөлсеңіз, білімге салған қаражатың, жұмсаған уақытың мен қажыр қайратың саған өмір бойы пайдасын тигізетін болады. Бірақ алаяқтардың ұйымдастыратын сапасыз семинар курстарынан сақ бол. Біліммен дос болсаң, өзіңе деген сенімділік те, жетістік те көп кешікпей жаныңнан табылады. Олай болса, қандай жаста болсаң да, нендей жағдайда жүрсең де, әрдайым оқы, үйрен, білім ал. Үйрену ешқашан кеш емес. Үйрену үшін оңтайлы уақытты, ыңғайлы жағдайды күтпе. Қазіргі уақыт жылдам жылжуда, тез құбылуда. Барлық нәрсенің моделі сәт санап өзгеруде. Кеше ғана үйреніп білген білімің бүгін жарамай қалатын дәуірде өмір сүріп жатырмыз. Ендеше оқуды, үйренуді тоқтатпа. Әр күнің жаңа нәрселерді үйренумен, білім көкжиегіңді кеңейтумен өссін. Бойыңдағы үрейден арыл. Армандағаныңның бәрі қорқынышыңның арғы бетінде тұр. Джордж Эдейр. Қорқыныш пен үрей Алланың адам табиғатына орнықтырған ең керекті сезімдердің бірі. Басыңа келер қауіп-қатерден қорғану үшін бұл сезім аса қажет. Егер бұл қасиет болмаса, жауапкершілікті мүлде сезінбес едік. Бәлкім, қайнап тұрған суға
жанып тұрған отқа түсуден де, биіктен секіре салудан да қорықпас еді. Қорқыныш сезімі болмағанда батырлық пен ерліктің де қадірі болмас еді. Қорқу сезімі адам жаратылысындағы табиғи құбылыс. Адам қорыққанда мидың бірнеше бөлігі қызмет етеді. Әрқайсысының өз міндеті бар. Мәселен, таламус мүшелерден көз, құлақ, дене тағы да сол секілді келген ақпаратты қайда жіберетінін шешеді. Соматосенсор қыртысы, сенсори кортекс келген ақпаратты түсіндіреді. Гиппокампус жадқа жауап береді және не болып жатқанын анықтайды. Амигдала келер қауіпті анықтайды және қорқыныш пайда болған сәттерді есе сақтап қалады. Ал гипоталамус ағзаның қорғану реакциясын іске қосады. Бұл әдеттегі қорқыныштың жүріп өтетін жолы. Енді осы кезде адам белгісіздікке қадам басып тәуекел еткенде гиппокамп бұл әрекетінің нәтижесін болжай алмай қалады. Ал соматосенсор қыртысы, сенсори кортекс не болатынын түсіндіре алмайды. Сөйтіп адам миы отқа түскен көбелектің күйін кешеді. Адам баласы ең үлкен қорқынышты сезінеді. Бүкіл ағзасымен қоса жан дүниесі де қорыққанынан қайтерін білмей дал болады. Сөйтіп гипоталамус бірден бар күшінен іске қосып тәуекелдің жолын бөгейді. Нәтижесінде адам жаңа нәрсе жасаудан тартынады да осыған дейін өзі секілді мыңдаған бейбақ жүрген соқпақ жолға түсіп кетеді. Мұндай адам ешқашан бар әлеуетін толық аша алмайды. Әйтеуір жаны бар адамның ғұмырын кешіп өтеді. Демек, барлық адам қорқады. Бауыржан Момышұлы айтпақшы, ешкім іштей батыр болып тумайды. Батырлық та мінез секілді өскен орта, көрген тәрбиеге байланысты қалыптасады. Жетістікке жеткен небір мықты тұлғалардың басқа адамдардан айырмашылығы іштегі орынсыз қорқынышын жеңіп, үрейге қарсы жүзе алуында жатыр. Ал ынжық пенде өз үрейіне қамалып, қорқынышты ойларына мат алып, әрекетсіз бір орында қала береді. Теодор Рузвельттің мына сөзі қандай орында айтылған: жеңіліссіз жеңіс тұғыры болмайды. Кез келген талпыныстың қателіксіз жүзеге асуы екіталай. Іс жасаған адам міндетті түрде қателіктің дәмін татады. Жеңілістің ащы, жеңімпаздықтың тәтті дәмін татпай, адам шынайы жетістікке жетпейді. Жақсылық жолында қателесу тұғыры биік, абыройлы іс. Демек, қателесуден қорықпа. Альберт Эйнштейннің өмірде қателесіп көрмеген адам, ешқашан жаңа нәрсе жасап көрмеген адам деген қанатты сөзі бар. Меніңше, еш нәрсе жасамаған адам да қателеседі. Өйткені бір-ақ рет берілген қамшының сабындай қысқа өмірде жаңа нәрсе жасауға ұмтылмаудан асқан қателік жоқ. Әрбір қателік тәжірибе, әрбір жаңылысу жақсы іске жетелейтін баспалдақ. Томас Эдисон 10 мыңнан аса жасалған тәжірибесі сәтсіз болғаннан кейін ғана электр шамын лампа лакалибания ойлап тапқан екен. Сондағы айтқаны: мен 10 мың рет сәтсіздікке ұшырап жеңіліс тапқан жоқпын. Бар болғаны 10 мың жұмыс істемейтін жолды анықтадым. Көп жағдайда адам баласы өзі білмейтін нәрседен қорқып, алдында не күтіп тұрғанын болжай алмаған жағдайда үрейленетінін айттық. Мысалы, тас қараңғыда жөн табу қиын. Әрдайым бір нәрсеге соғылып қаламын ба, құлап кетемін бе деген үрей бойды билейді. Яки кез келген сыбдырдан күдіктеніп, әрбір қарайғаннан үркесіз. Олай болса, қорыққан нәрсенің қыр-сырын білуге ұмтыл. Ол жайлы зертте, кітаптар оқы, сонда алдыңдағы соғыр тұман ашылады. Айналаңды көре аласың. Қайда бара жатқаныңды білген кезде бойыңдағы қорқыныш та сейіле бастайды. Мысалы, бір бизнес бастағың келді, бірақ оның қыр-сырын толық түсінбегендіктен, ұңғыл-шұңғылын терең білмегендіктен, жұмысым іске аспай қалса не болады деп қорқасыз. Жылдар өтсе де батылың жетіп, ойыңдағы кәсіпті бастай алмай шегіншектей бересіз. Ал оны жан-жақты зерттеп, түрлі кітап оқып, сол салада тәжірибелі адамдармен ақылдасып, істің ретін біліп, тәуекелді барынша азайтқанда өзіңе деген сенімділік пайда болады.
бойдағы кері тартып тұрған үрейді сейіле бастайды. Кітап жазу хикаям. Қателіктен қорықпа, өйткені кез келген іс кемшілікпен, қателіктен тұрады. Адам баласы барлық нәрсені үйреніп тумайды. Өзіңнің өткен өміріңе көз жүгірт. Сан рет құлап, сүрініп, шалынып, тік жүруді үйрендің. Төгіп шашып, ақыры тамақ жеуді меңгердің. Бұлдырлап жүріп тілің шықты. Мектепте әріптерді ежелеп әрең оқығаның есіңде болар. Тек 1-2 жыл өткен соң зуылдатып оқи бастадың. Ендеше өміріңдегі әрбір қателік пен кемшілік кемелдікке қарай жасалған тәжірибе. Бастысы сабақ алып алға жылжи білу. Көш жүре түзелетіндігін ұмытпа. Өз басым 2001 жылы Египеттен оқу бітіріп келген кезімде кітап жазудан қорықтым. Өйткені 8 жыл бойы шетелде басқа тілде білім алған маған қазақ тілінде кітап жазуды елестетудің өзі қорқынышты болатын. Өйткені өмірімде кітап тұрмақ бірде-бір мақала жазып көрмеген едім. Ішімде орныққан сонша жыл шетелде оқып келдің, білгеніңді халыққа жеткізуің керек деген ниетімді кітап жазу қолымнан келмейді деген қорқыныш һәм сенімсіздік тежей берді. Оның үстіне компьютер қолдануды мүлдем білмейтін. Компьютер пернетақтасына қайта-қайта қарап ойымды бөлмеу үшін 10 саусақ деген әдісті үйренудің қажеттілігін сездім. Алайда оны үйренейін десем, жеке компьютерім жоқ. Әйтеуір біреудің пернетақтасын алып, картон қағазға суретін көшіріп алдым. Әріптердің бәрін орын-орнына сызып қойдым. Сөйтіп қолымды 10 саусақ әдісіне үйрете бастадым. Қалада маршруткада кетіп бара жатып та көз алдыма компьютер пернетақтасын елестете отырып, ойша бір нәрселерді жазу арқылы 10 саусақ әдісіне машықтануды әдетке айналдырдым. Нәтижесі көп күттірмеді. Пернетақтаға қарамай қазақша жылдам жазуды меңгеріп алдым. Діни мәтінде арабша аят, хадистер көп кездестіргенден кейіннен 10 саусақ тәсілімен арабша жазуды үйрендім. Уақыт өте келе іштегі қорқынышымды жеңдім де бісміллә деп кітап бастадым. 1,5 айда 17 бет жаздым. Осыны жазып болғанша жалғыз өзім бір үйді бастан аяқ салып шыққандай күй кештім. Сөйлемді дұрыс құрай алмаймын. Сан рет өшіріп қайта жазамын. Сөйтіп жүргенде танысым берген тозығы жеткен ескі компьютерім күйіп кетті де, ішінде 1,5 ай қиналып жазған дүнием қоса өшті. Ішім күйіп ағырдым. Мамандар жазбамды қайта қалпына келтіріп бере алмады. Амал жоқ, бәрін қайта жазуға тура келді. Бір қызығы 17 беттің әр сөйлемі жадымда жатталып қалыпты. Сөйтіп өзімді өзім көшіріп шықтым. Ақыры 1,5 жыл дегенде бас аяғы бір кітапқа жетерлік жазба пайда болды. Оны редакторлыққа берсем, олар қызыл пастамен түзетіп қайта қайтарады. Қағаз қызыл бояудан көрінбейді. Бейне бір бастан аяқ қайтадан жазылғандай. Оны апталап отырып қайта түзетіп шығамын. Түзеткен сайын сөйлем құраудағы, сөз таңдаудағы қателіктерімді көріп отырдым. Дәл осылай 6 рет редакцияладым. Әр түзеткен сайын қызыл бояу азая түсті. Соңында кітап болып жарыққа шықты. Бір қызығы осы кітабым ең көп оқылым әкелді. Кейін бірнеше кітап жаздым. Егер алғашқы кездегі қорқынышымды жеңбегенімде, басқа кітаптармен қатар қазір мына өзіңіз оқып отырған кітап та жазылмаған болар еді. Небір қабілет қарымы мықты адамдар мен тәрізді іштегі үрейін жеңе алмағандықтан ұпайынан айырылып жүр. Қарекет ет. Сен жолға шық, жол өзі апарады. Мәулана. Бойдағы үрейді кетірудің жолы харекет. Әрекет бар жерде іштегі қорқыныш бойын сенен аулақ ұстайды. Бұл құбылысты әсіресе спортшылар жақсы біледі. Рингке немесе кілемге шыққанға дейін кез келген спортшыда қобалжу, іштей қорқыныш болады. Бірақ шаршы алаңға шыққан соң бойдағы үрей сап тыйылады. Қазақтың көз қорқақ қол батыр дегені осы. Мәселе батылдығың жетіп, ниеттенген ісіңді бастай білуіңде. Басталған соң үрейленуге уақыт болмайды. Ендеше харекет қыл, екіленіп іркілме. Бойдағы қорқынышқа қарсы шық. Бала кезімде әкем мені кеш батқанда ат арқандауға жұмсайтын. Кей күндері аспанды бұлт торлап талы қап-қараңғы бір адым жер көрінбейтіндей сәттер болады. Бойда аздап қорқыныш сезімі пайда болатын. Мұндай кезде мен
аяғымды нық басып, аузыма түскен өлеңді әндетіп қараңғыға сүңгіп кететінмін. Қорқынышыма қарсы жүретінмін. Аздан кейін қорқынышта сейілетін. Тәуекел ет. Тәуекел түбі жел қайық, өтесің де кетесің. Уайым түбі тұңғиық, батасың да кетесің. Мақал. Қорқыныш пен үрейден құтылудың тағы бір қадамы ұлы жаратушыға деген шынайы сенім мен тәуекел. Тәуекелшілік дегеніміз жетістікке жету үшін қажетті барлық себепті қолыңнан келгенінше жасап, нәтижесін Аллаға тапсыру. Осындай шынайы тәуекел кез келген қорқыныш пен бойдағы үрейдің бірден-бір емі. Себебі ғаламда Алланың рұқсатынсыз еш нәрсе жүзеге аспайды. Ешбір іс Алланың назарынан тыс емес. Алла болуын қалаған қиыншылықтан сені ешкім құтқара алмайды. Ал Алла адамды қандай да бір пәлекеттен құтқарамын десе, оған ешкім бөгет болмақ емес. Пайғамбарымыз саллаллаху уассалам әз сахабасы Әбу Бәкірмен бірге Меккеден Мәдина қаласына көшкен кезде арттарынан қуып келе жатқан жаудан сақтанып, үңгірге жасырынды. Қуғыншылар дәл үңгірдің аузына келгенін байқаған Әбу Бәкір уайымдай бастайды. Сонда Алла елшісі, қорықпағын, Алла бізбен бірге деп басу айтып, алаңдаған сахабаның көңілін тыныштандырады. Кез келген іске қатысты қолымыздан келер әрекетті жасағаннан кейін нәтижесін Аллаға тапсырып, шынайы тәуекел ете алсақ, бойдағы орынсыз үрей мен қорқыныш өзі-ақ жоғалады. Ал кез келген істің себептерімен қатар нәтижесінде мойнымызға артып, нәсіп ету, рызық беру, сәтін салу секілді Аллаға ғана тән істерге араласқан жағдайда бойымызды үрей билеп, орынсыз уайымға салына бастаймыз. Рухани кемелденген жандар қолынан келгеннің бәрін жасағаннан кейін қалғанын тағдырдың табиғи ағысына, жаратқанның әділдігіне тапсырады. Нәтижесін бір Алладан күтеді. Аз бере ме, жоқ әлде көп етіп төге ме, ешқашан, қай жерде, қандай кейіпте нәсіп ететіндігіне араласып қарсы шықпайды. Алланың шекарасына өтпейді. Жаратқанға тиесілі істерді уысында ұстап, бақылауға алуға ұмтылмайды. Керісінше нәсіпті нәтижені қабылдай біледі. Өмірде ешбір нәрсенің кездейсоқ еместігіне, әр оқиғаның, әр кездескен адамның бекер еместігіне иланады. Әсілінде барлық мәселе тәуекелдің аздығы мен Аллаға тиесілі іске араласудан туындайды. Тағдырдың табиғи ағысына қарсы келмей бойсын. Анаңның қараңғы құрсағында белгісіз бір нәрсе болғаныңда Алла сені қоректендіріп, мына әлемге жіберді. Бесікте еш нәрседен хабарсыз жатқаныңда сені есіркеп, анаңның омырауынан шипалы сүтті ендірген сол бір жаратушың емес пе? Ендеше сол сәттеріңді есіңе түсір де Аллаға сенім арт. Абдулхадир Жайлани.